Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басы жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жүзнеws. Бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Қазақстанда тағы бір билік партиясы пайда болды. Ел әскерінің әлеуетіне халықтың өзі сене ме сұрап көрдік. Қарызға көмілген Қазақстан темір жолын IPO құтқара ма? Жүз медиа сараптайды. Осы аптада Астананың сол жағалауы саяси сенсациялық жаңалықтарға толы болды. Әуелі Тоқаев өз әкімшілігінің басшысын ауыстырып, Дәдебаевтың орнына үкімет басшысының бірінші орынбасары Роман Склярды тағайындады. Президенттің баспасөз хатшысы Дәдебаев енді қоғамдық саяси жұмыспен айналысады дегеннен ақ Дәдебаевтың дәмесін жұрт түсінген. Арада бір күн өткенде оның Әділет партиясын тізгіндегені хабарланды. 7 мамырда Астанада жаңа партияның 900-ден астам делегаты жиналып, құрылтай өткізіп үлгерген. Әділет партиясы кезекті қуыршақ партия ма? Жұрт арасында гүгу ескен осы пікірді партияның жаңа мүшесі Рауан Кенжеханұлына журналистер жеткізген. Әркімнің пікірі өзіне, біз жұмыс істейміз деп қысқа қайырыпты ол. Біз ешкімге де оппозиция емеспіз, жау іздемейміз. Біздің шешетін мәселелеріміз бар. Біздің алдымызда үлкен міндеттер тұр. Соларды іске асыруда бізге көмектесетін жақтастарымызды көбейтуге тырысамыз. Келер күннен жақын жоқ, тамызда таяп келеді. Құрылтай сайлауының өтетін күні белгіленбесе де, оның қазақстандықтар үшін арзанға соқпайтыны әзірден белгілі. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Шавкат Өтемісов құрылтай сайлауы қазақстандықтар үшін референдумнан қымбатқа түсетінін жасырмайды. Ал осы аралықта парламент құрылтай туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Заң жобасы 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Құрылтайдың құрамы 145 депутаттан тұрады. Өкілдік мерзімі 5 жыл. Құрылтай туралы заңда депутаттардың сөзін, әрекетін реттейтін депутат этикасы туралы жаңа тарау енген. Енді құрылтай мүшелері бір-бірінің сөзін бөлмеуі тиіс, жанжалдасып, дауыс көтермеуі керек. Бұл құрылтайдың сөз еркіндігін шектемей ме? Мәжілісмендердің пікірі мынадай. Депутаттың этикасы болу керек. Ол сырт киімнен бастап сөйлеген сөзіне дейін жаңағы қоғамның алдында тағы басқа үлкен жауапкершілік болу керек. Себебі депутат деген ол мемлекеттің айнасы, халықтың айнасы, жалпы қоғамның айнасы. Сондықтан да оның қатесінің құны өте ауыр болады. Сондықтан да бұл жаңа заңда менің ойымша өте дұрыс жазылған. Кез келген кәсіби ортада осындай шектеу нормалары бар. Мысалы үшін мен адвокатура саласын жақсы білетін адаммын, бұрынғы адвокатпын. Адвокаттарда да дәл осындай әдеп нормалар бар, этикалық. Және ол үшін оны сақтамаған жағдайда кәдімгідей тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Бір адвокат екінші бір адвокатты кәсіби тұрғысынан сынауға болмайды деген сияқты шектеулер бар. Сондықтан жалпы дұрыс деп ойлаймын. Менің өзімнің ұстанымым бар. Депутаттық мерзім ішінде үкіметті негізінен сынау керек деп есептеймін. Ол сондай жүйе, бұл солай былайша айтқанда сонда дұрыс болады. Ал депутаттықтан кеткеннен кейін мақтауға болатын шығар. Бірақ депутат болып тұрған кезде ол сын қанша дегенмен әрине орынды болу керек, әрине мін тақ болу керек, бірақ сын айту керек деп есептеймін. Әртүрлі жағдай болады ғой, мысалы үшін. Депутат деген бір машина емес, ол адам баласы, ет-пен теріден жаралған. Сондықтан эмоция деген ол бәрі адамзатқа беріледі ме, сондықтан кейбір мәселелер жағдайда эмоциялар болады әрине. Құрылтайдың жалпы өзінің мәртебесінде көп кемшіліктер бар деп ойлаймын. Жеке өзінің ойын айтпасын дейді. Әртүрлі сөз саптас болады ғой. Министрліктердің де келген өкілдер қазақша айтқанын түсінбей жатыр. Оның бәрі этикаға сай емес дей беретін болса қалай болады ол? Сондықтан осындайды нақтылап жазу керек. Нақты мынаны айтуға болмайды. Балағат сөз айтуға болмайды десе, соны жазсын. Жалпылама жазсаңыз да арнамызға тиеді деген сияқты сөздер. Оның түсініктемесі жоқ қой заңда. 2 күн әкімсіз отырған қызылордалықтарға мәжіліс депутаты әкім болып барды. Енді Сыр елінің стратегиялық дамуына Мұрат Еркешбаев жауапты. Ол өзі Қызылорданың тумасы. Ал бұған дейін облыстың гүлденуіне үлес қосып, президенттің де, халықтың да алғысын алған Нәлібаевтың мансабы өсті. Жалпы оның премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметіне тағайындалуы қоғам тарапынан қызу талқыланды. Қызылорданың қарқынды дамуын жоққа шығаруға болмас. Ал үкіметке келген Нәлібаев халықты қымбатшылық құрсауынан құтқара ала ма? Қазақта шаруаның адамы деген сөз бар. Бұл сөздің салмағы үлкен. Шаруаның адамы дегеніміз көп сөйлемей істі бітіретін адам. Уәдені есеппен емес, ел көретін нәтижемен дәлелдейтін адам. Нәлібаевтың Қызылорда облысындағы жұмысына қарағанда осы сипат байқалады. Бұл тағайындаудың астарында бір ғана ой бар деп түсінемін. Елге нақты қызмет істейтін басқарушылар керек.
Нәлібаев енді Қызылорданы ғана емес, бүкіл елдің деңгейіндегі үлкен жауапкершілікті мойнына алып отыр. Ендігі міндет өңірде көрсеткен қарқынын үкімет деңгейінде дәлелдеу. Біз саясат сахнасындағы соңғы жаңалықтарды талқылап жатқанда Forbes Қазақстан журналы 2026 жылғы ең бай бизнесмендер рейтингін түзіп шықты. Ең бай кәсіпкерлер тізімін 3 жыл қатарынан Вячеслав Ким ешкімге бермей келеді. Құлбаевтар мен Өтемұратовтарды ешкім ығыстыра қоймаса да, арасында 6 жаңа есім бар. Олар кімдер? Рейтингке алғаш рет енген кәсіпкерлердің көшін Шахмұрат Мүтәліп бастап тұр. Ол 482 миллион доллар дәулетімен бірден 22-ші сатыға жайғасқан. 6 жаңа миллионерлердің арасында Скат әуе компаниясының акционері Владимир Сытник, Айғазы Құсайынов, Қазақ Битум компаниясының басшысы Бекжан Мамыт, Алатау қаласының негізгі инвесторларының бірі Юрий Цхай және Қазақстанның астық консорциумының иесі Бақтияр Оспанов тұр. Осы аптада атаулы даталар көп. Қазақстандықтар 7 мамырда отан қорғаушылар күнін атап өтті. 1992 жылғы 7 мамырда Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылып, ұлттық армияның негізі қаланған. Алайда бұл күнді тек бертін келе нақтыласақ, 2012 жылдан бері ғана атап өтіп келеміз. 7 мамыр қарсаңында елдің әскери әлеуеті туралы жиірек айтыла бастайды. Қаржы министрлігінің мәліметінше, Қазақстан қорғаныс саласына биыл 1,4 триллион теңге жұмсауды жоспарлап отыр. Әлемдік армиялардың қуатын бағалайтын Global Firepower рейтингінің соңғы жаңартылған тізімінде әлем бойынша ақш, Ресей және Қытай алғашқы үштікті бастап тұр. Бұл рейтингте биыл Өзбекстан 5 сатыға көтеріліп, 53-ші орынға тұрақтап, Орталық Азияда көшбасшы атанды. Ал Қазақстан 58-ші орынға жайғасып, Өзбекстанға жол берді. Жалпы елдің қорғаныс қабілетін қазақстандықтардың өзі қалай бағалайды? Әскери күш былай жақсы ғой. Бұрынғыдай емес. Қарулы күштер күшейіп келе жатыр. Жаңа әскерге балдарда өзі бұрынғыдай емес, өз еркімен барады. Біз неше мемлекетпен шектесіп жатыр, қай мемлекеттен қауіптенеді, соған байланысты ғой. Мысалы үшін Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан деген сияқты болатын болса, онда 100% сенуге болады. Ал егер басқа елдер, мысалы Ресей, Қытай деген сияқты елдер жақтан қауіптенетін болса, онда ол тек қана әскердің күші жеткіліксіз болады, бүкіл халықтың сондай күрес болып кетеді. Жастарында өздерінің патриоттық сезімдері оянған, отанын қорғау екендігін түсінеді, сондықтан да өте дұрыс деп есептеймін. Біздің президентіміз барлық мемлекеттермен өте жақсы қарым-қатынаста, сондықтан біздің елімізде үнемі осындай бейбітшілік болады деген үміттеміз және қарулы күштерімізге біз сенеміз. Сенбеймін вообще. Ең бастысы енді өз отанын сүю керек, өз отанына жаны ашу керек. Одан кейін енді отан қорғаймын деп патриоттық сезім болу керек ең бастысы. Именно армиядан қашатын желание жоқ. Есе шақырса барам. Армиядан қашуға, именно қорғауға өзім уверенмін. Өзіміздің армияға тоже 100% уверенмін. Боеспособности, допустим, да, больше, наверное, нужно полагаться на дух людей, на ребят, которые будут защищать Родину. Вот. Как бы есть государство, допустим, как вот Вторая мировая война, да, Франция была, да, она же сильное государство, европейское, да, допустим, но когда фашистская Германия зашла, они просто капитулировали. Поэтому однозначно сказать, как бы, есть государства, которые малочисленные, но духом сильные. Аскер слабый, очень слабый. Я буду стрелять, ходить, я обязательно буду воевать. Лучше умереть на войне, чем вот от старости дома. Енді бізде парад болды ғой, осы алдыңғы жылда болады. Сонда көргем, енді әскери күш бар ғой, керемет, жақсы. Сондықтан мен былай жанымды бір жағынан ойлаймын, тыныш сияқты енді. Өзім бір академияға түсетем, сол үшін әскери адам болып, отанын қорғау керек қой. Сенем әрине, өйткені олар енді арнайы дайындық өтеді ғой, арнайы осы бағытта жұмыс жүргізіледі. Енді біз жеке мемлекет ретінде 30 жылдан бері дамып келе жатырмыз ғой. Сондай деңгейде дайындық бар деп ойлаймын. Өйткені ол бір күндік жұмыс емес қой, бұл қанша жылдық дайындық. Үнемі жасалынып бұл бағытта жұмыс жүргізіледі. Сондықтан солай бізді қорғайды деп ойлаймын. Қазақстанның әскері керемет деңгейде деп айта алмаймын. Қазіргінің өзінде соғыс басталып кеткен жағдайда ондай қатты дайындық бар деп айта алмаймын. Қазақстан Республикасының қарулы күштері отанды қорғау үшін жеткілікті деп ойлаймын. Себебі егер даже Қазақстан Республикасының қарулы күштері жетпегеннің өзінде бізде әскери одақтар құрылған ғой, білесіз ғой. Жан жақта
түркі мемлекеттер ұйымдары бар, ОДКБ бар, білесіз. Сыртқы жауларға төтеп бере алатындай Қазақстан Республикасында қарулы күштердің деңгейі жеткілікті деп ойлаймын. Аллаға шүкір жақсы болып келе жатыр қазір, бұрынғыдай емес қой. Рахмет, үкіметімізге рахмет, Тоқаев мырзаға рахмет. Құтты болсын, келе жатқан мерекеміз құтты болсын, жасай берсін қазақ. Ал бүгін 9 мамыр жеңіс күні. Қазақстаннан 1.196.000-нан астам адам әскерге шақырылған. Республикадағы әр 5-ші тұрғын майданға аттанды. Бұл күнді президенттер әдетте Ресейдің Қызыл алаңында атап өтетін. Биылда бұл дәстүрді Тоқаев бұзалған жоқ. Мәскеуге барды. Қызыл алаңға бармайтыны туралы шешімін ертерек кесіп айтқандардың бірі Армения премьер-министрі Никол Пашинян болды. Жалпы Мәскеу мен Ереван арасы салқын тарта бастағаны байқалады. 3 миллион халқы бар Армения Ресейден алшақтап, Еуропаға етене жақын болуды көптен көздейтін. Армяндардың осы арманын Пашинян жүзеге асыратын секілді. Осы аптада ол Еуропаның саяси элитасын 2 күнге Ереванға жинады. Арменияның астанасына 40 елдің президенттері мен үкімет басшылары келді. Арасында Еурокомиссияның төрайымы Урсула фон дер Ляйен, НАТОның бас хатшысы Марк Рютте, Украина президенті Владимир Зеленский де бар. Бұл сапардың басты кейіпкері Франция президенті Эммануэль Макрон Ереванда өткен Армения Еуроодақ алғашқы саммитінің басты ұйытқысы деседі. Сарапшылар мұндай саяси оқиғаның Кавказ елдерінде бұрын соңды болмағанын айтып жатыр. Соған қарағанда Пашинян өз халқы алдында Таулы Қарабақтағы осалдығы үшін ұпай жинап алды деп айтуға әбден болады. Оның үстіне алда сайлау күтіп тұр. Арменияда 7 маусымда парламент сайлауы өтпек. Қазақстан темір жолының қарызы өсіп барады. Ұлттық тасымалдаушының қарызы триллион теңгеге жетіп, соңғы жылдары 2 есеге жуық өскен. Ал тарифтер шығынды толық жаппайды. Соған қарамастан компания басшылығы сыйақы алуды жалғастырып келеді. Қарызға көмілген Қазақстан темір жолын IPO құтқарама. Жүз медианың сайтында жарияланған сараптамалық материалдан толығырақ оқи аласыз. Аптаның айтары осы. Жүз медианы оқи жүріңіз. Жүз Ньюсте жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.